үйіне келіп жатқан адамдардың қарқынынан байқап отырмын. Сіз телеграм каналда бір кісі ауырып жатқанымызға бір ай болып тұр ғой. Негізі шынымен де бір ай бұрын осындай шағымдармен адамдар келе бастаған. Осы жерде әріптесімен қосыламын, жаңағы метапневмовирусқа емес, көбінесе микоплазмаға көп көңіл бөлген жөн. Өйткені жалғыз кішкентай балалар емес, үлкен адамдардың өзінен біз қазір мазок тапсырған кезде микоплазма тауып жатыр. Бұрында бронхиолит деген сырқат, жаңағы қылтамыр майда бронхиолалардың қабынуын кішкентай балалар болатын, қазір үлкендерде ауыратын болған. Міне осы қауіпті жағдай деп айтсақ болады. Қазір өзіміздегі бар проблемамен айналысқан жөн деп ойлаймын. Ал ол жаңағы метапневмовирус келе ма, келмей ма? Алдында да жаңағы маймыл шешегін 2 ай бұрын ойбай келді деп бүкіл жан-жақтан шуладық. Бірақ мен келе қоймайтын шығар, бақылап отырайық, біздің менталитетке сәйкес емес. Құдайға шүкір ештеңе де келген жоқ. Сол себептен анау 10 километр жерден, 100 километр жерден көрген нәрсеге дабылды қағудың қажеті жоқ. Біз егерде сақадай сай болып отырсақ, ал біз сақадай сайымыз, өйткені коронавирустан қалған өзіміздің ресурстарымыз бар, сақтық шаралары бәрі бар. Сол себептен қорқудың қажеті жоқ деймін.